ресми түрде ажырастыңыздар ма? Ол басқа ештеңе сұрағым келіп тұрған жоқ. Жоқ, мен ешқандай ол сұраққа жауап бермеймін деп шештім. Өйткені көпке түсінікті болу үшін осы жерде нүктені қойған дұрыс. Өйткені анау былай айтады, мынау былай айтады, мөлдір не істеп жүр? Бәрі жақсы. Еш алаңдамаңыздар. Осы сұраққа жауабым бізде бәрі жақсы. Адамбыз ғой, ет пен сүйектен жаралған, барлығымыз бірдей пенде, бірдей адамбыз, барлығымыз бірдей жаратылғанбыз. Менің өмірде күліп, жарқырап жүргенімнің барлығы ол ішіндегі дүниемен сай, толықтай сай деп айтпаймын. Қазір кез келген сұраққа жауап бере аламын, кез келген нәрсені қабылдадым. Солай өмір сүрген жеңіл екеніне енді ғана көзім жетті. Қазір халықтан жасыратын ештеңе қалмады, сөзім шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп кішкене бір сабырлық сақтап келіп едік, халықтың арасына шығып кетті. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласын қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді. Қыз баланы қолдаңдар дейді. Ал сендер аласыңдар да жаңағы өткендегі маған жазғандарың өте береді мал деп. Бұл кісі ондай жазбаңдар. Болмайды. Қызды қолдасаңдар, бұл творчествоға келіп жатыр. Тәй-тәй басып шала береміз, айналып келіп шала береміз. Мінекей.